Мен Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласының номері 5 жалпы орта білім беретін мектебінің 11-ға сынып оқушысымын. Бүгінгі біздің жобамыздың тақырыбы мейірім толқыны, ұрпақтар сабақтастығы және қауіпсіз болашақ. Номинациясы жақсылық керуені. Жоба авторы мен Байгабулова Аруна Айткалиевна және жоба жетекшісі Батталова Сауия Айсагалиевна. Неге бұл жоба бізге маңызды? Қарттарға арналған жалғыздық, қамқорлықтың жетіспеушілігі, жасөспірімдерге арналған қауіпсіздік дағдыларының төмендігі. Біз екі жас топтың бірлескен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге әрқашанда дайынбыз. Біздің негізгі мақсаттарымыз қолдау, мұқтаж жандарға шешімші көмек беру, қауіпсіздік, қауіпсіз өмір сүру мәдениетін қалыптастыру және бірлік, ұрпақтар арасындағы сабақтастық. Жобаның маңыздылығы әлеуметтік көмек, қарттарға кешенді қолдау көрсету, қорғаныс, балаларды қиын жағдайлардан қорғау, алдын алу, құқық бұзушылықтың алдын алуы. Негізгі міндеттерімізді айта кетсек, қарттарға әлеуметтік көмек, тұрмыстық жәрдем, әлеуметтік байланыс, қамқорлық көрсету, балаларды қорғау, қауіпсіздік дағдыларын үйрету, кризистік жағдайларда іс-әрекет, құқық бұзушылықтың алдын алуы, құқықтық сауаттылық, заңдық көмек және кеңес беру. Күтілетін нәтижелер негізгі міндет, кешенді шешім және қамту, екі жас тобы. Біздің құндылықтарымыз мейірім, әр адамға қамқорлық пен құрмет көрсету, қауіпсіздік, әрбір мүшенің қауіпсіздігін сақтау, сабақтастық, ұрпақтар арасындағы байланыс және бірлік, бірге жақсылық жасаймыз. Бірге қауіпсіз болашақ жасайық. Қарттарға әлеуметтік көмек беру, балаларды қиын жағдайлардан қорғауды үйрету, құқық бұзушылықтың алдын алу. Суретте көріп отырғаныңыздай, жыл сайын мектеп әкімшілігі және мектеп оқушылары қарттар күніне орай Бөрлі ауылына барып, біздің қарттарымызды осы мерекемен құттықтайды. Оларға арнайы сыйлықтар табыстап, көңілдерін көтеру үшін шағын концерт ұйымдастырып, ақ тілектерін білдіреді. Назарларыңызға рахмет.